достар. Сәлем достар, қалайсыздар? Достар, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Достар, біздің видеоларды көріп, бізді қолдап жүріңіздер. Құдай қаласа, біз алдағы уақытта өзіміздің ұстап жүрген iPhone 12-мізді біздің активный көрерменімізге сыйлайтын боламыз. Так что біздің салған видеоларымыздың барлығын көріп, бізді қолдап жүріңіздер. Біздің каналымыз уже бір айдан асты ма, банға түсіп қалған ба, не подписчик қосылмайды, не видеомызда просмотр болмайды. В общем, сондай болып келеді, достар. Бізді қолдап кетіңіздер енді барынша. Достар, қазіргі таңда неше түрлі ойындар шығып кетті. Қандай ойын білесіздер? Андай қорқыныштылау ойындар. Мен мынандай ойын. Красныйде, желтыйде, синий маустерден шығыпты. Красный дверь, желтый дверь деген ойын. Красныйде, желтыйде, красныйде, желтыйде, красныйде. Болды, айта берме. Ау, Исатай. В общем, сондай ойындар шыққан. Біз оны ойнаған жоқпыз, ойнауға кеңес бермеймін. Жалпы ондай ойынның бәрі баланың психологиясына, адамның психологиясына әсер етеді. Сосын қазір тағанындай нәрселерді итальянский мемдарды қаптап кетті. Тун-тун сахур. Бомбардино, карка говорит. Бомбардино, нет, тралалеу. В общем, тілімде келмей қалды. Тун-тун сахуры бар. Балерина капучино ма? Капучино ассасина. Ондай нәрсе. Бақа балон деген бар ғой. Достар, в общем, бұлардың енді мағынасын точно білмейміз, бірақ енді естуім бойынша бұлардың мағыналары енді қазақшаға переводтағанда енді білмеймін, жақсы емес дейді, енді білмейміз енді. Бірақ лажы барынша түсіруді тоқтатайық, неше түрлі қылып түсіріп жатырмыз ғой енді. Лажы болса түсіруді тоқтатайық. Құрметті біздің көрермендер, ютубты көретін достар, сіздер көрмесеңіздер, бізде түсірмейтін боламыз, жалпы бүкіл ютуберлер біз болғанда барлық ютуберлерді айтып жатыр. Менді көрермендер көрмейтін болса түсірмейді ғой жалпы, Жалпы достар, айтайын дегеніміз, бүгінгі біздің видеомыз синий малыш деген ойын туралы болайын деп тұр. Қазір сондай ойын тиктокта хит болып жатыр екен. Есіме түсті. Сол, тиктокта хит болып жатыр екен. Тиктокта бірінші хит болады, одан кейін ютубқа келеді ол, бәрі ойнап түсіреді соны. Ережесін айтып өтейік. Ол жерде жаңағыдай қолыңа бөпе ұстаған. Айлин көрсетші. Бөпе ұстаған сияқты болып, ваннаға айнаның алдында 13 рет синий малыш деп бүйтіп айтады екесін тербетіліп. Сол кезде қолың анандай болады. Ауырлай береді. Қолың ауырлайды екен да. Сөйтеді екен да. Егер сол қолың ауырлаған кезде тоқтатып, жаңағы қолымыздағыны унитазға ағызып жіберуіміз керек екен, ағызбаған жағдайда жаңа синий малыштың мамасы келеді екен. Мамасы келген соң сол адамды, шақырған адамды қорлайды екен ғой үшін. Қорлайды. Қорқынышты ондай қылады, тыныштық бермейді екен. Так что достар, ойнамаңыздар, көрмеңіздер де. Бұның барлығы психологиямызға әсер етеді, достар. Осындай ойындарды көрмеуге шақырамын, осындай видеоларды. Одан да бұрынғыдай күшті жаңағыдай 24 сағат магазинде, 24 сағат паркте деген сияқты күшті видеоларымыз орайды. Челлендждар, ойындар, сондай нәрселер түсірейік, сондай нәрселерді көрейік. Бұның барлығы жақсы емес деп ойлаймын, жаңағыдай неше түрлі видеоларды. Ондай видеоларды түсіруді қоймасақ, жаңағыдай көруді тоқтатпасақ, бір күні болмаса бір күні Қазақстанда ютубты, тиктокты жауып тастау әбден мүмкін, Так что, достар, осы видеоны таратайық, көрмейік. Біздің каналды көріп жүріңіздер видеоларды. Жақсы видеолар түсіреміз деген ойдамыз, түсіреміз бұйыртса, қызықты видеолар, челлендждар, ойындар түсіреміз. Бізбен бірге болыңыздар, бізді қолдап кетіңіздер.
синий малыш ойынын ойнамаңыздар, қазір хит болып жатыр екен, алдын ала айтып ескертіп жатырмыз. Біраз мен видеоларын көріп шықтым, жаңағыдай адамға кәдімгідей психологический әсер етеді екен, шынымен қорқынышты болады екен, иә. Ал достар, бүгін біздің айтайын дегеніміз осы болды. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Өздеріңіздің достарыңызға жіберіңіздер, көрмеңіздер деп. Всем пока.